Ең оңай құймақтар жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқа, 3 ас қасық құмшекер, кішкене тұз және де сұйық май қосып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Осыдан кейін міндетті түрде ұн қосамыз, сол кезде құймақтарымыз тегіс, әдемі болып шығады. Міне осылай қою болды. Енді үстінен 1 стакан суымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табамызға 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Құймақтарымыздан осындай тесіктер пайда болады. Иісі өте керемет. Мен енді құймақтарымды ішінен банан және шоколад қосып әсемдеймін. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Міне, құймақтарымыз дайын. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ас болсын!